Армысыздар, Қарашанақ телеарнасының көрермендері, сіздермен бірге мені өтеп берген Қарасай. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Алдымен қысқаша шолу жасайық. Қаламызда жаңа кітапхана ашылды. Ата-бабаларымыздың мұрасын сақтаймыз және көбейтеміз атты көрме өтті. 100 үлгілі ұстаз телебағдарламасы өз жұмысын бастағалы отыр. Елбасының мақаласы аясында рухани құндылықтарды арттыру, жастардың тілін, дәстүрін құрметтеуге шақыру бағытында аудамызда көптеген шаралар қолға алынып, атқарылып келеді. Кеше ғана қаламызда номер 3-ші қалалық кітапхана ашылып, салтанатты ашылуына аудан әкімі мен облыстық Жұбан Молдағалиев атындағы әмбебап ғылыми кітапханасының директоры қатысты. Рухани жаңғыру деген атаумен кітапхана деген атау егіз ұғымдай. Өйткені адам рухын көтеріп, тілін жаттықтырып, тарих пен әдебиетін білгісі келсе, кітапханаға жол ашық. Жасыратын жоқ, қазір бір-бірінен кітап алып, оқыған көркем әдебиетін әңгіме етіп айтып отырған орта азайды. Кітапханаға барсаңыз, қалың оқырманды көре алмайсыз. Әйткенмен кітапқа жаны құмар жастар мен үлкендеріміз жоқ емес. Қаламызда номер 3-ші қалалық кітапхана ашылып, 4-ші, 5-ші және соған жақын шағын аудандардың тұрғындары мен қала мектептерінің оқушыларына есігін айқара ашты. Кітапхананың ашылуына облыс орталығынан кітапханашылар Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының директоры Шолпан Оразаева, аудан әкімі Алдияр Халилов, ауданымыздың мәдениет саласының қызметкерлері, кітапхана оқырмандары қатысты. Салтанатты ашылып отырған 3-ші қалалық кітапханасының ашылуымен бәріңізді құттықтағым келеді. Енді елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ауданымызда көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине, әр адам өзі осы елімізге патриот болып, осы еліміздің дәстүрін, салтын жалғастырып қолға алу бұл біздің міндетіміз. Міне осы көлемде үлкен жұмыстардың бірі, міне бүгінгі балаларымызға, жас өспірімдерге осындай кітапхана ашып беріп, білімге деген. Қазір елбасының тапсырмасы бойынша 100 әлемдегі ең таңдаулы кітаптарды аударуға күш салып жатырмыз. Соның 18-і жақын арада шығады. Міне сол кітаптар қайда келеді? Міне осы кітапханаға келеді. Сонда біздің жастарымыз осы жерде келіп, танысып, біліп, әлемдегі ең таңдаулы кітаптарды, әлемдегі болып отырған бүкіл жаңалықтардың бәрін осыдан біледі. Жаңадан ашылған кітапхананың жұмысы, ондағы кітап қоры жайлы жаңа кітапхананың меңгерушісі таныстырып, қала тұрғындарын кітап оқуға шақырды. Осы рухани қазына жаңғыру мақаласы аясында елімізде бөрілі өңірін көптеген іс-шаралар атқарып жатыр. Соның бір дәлелі осы бөрілі орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің жанынан номер 3-ші қалалық кітапханасы өз жұмысын ашылу салтанаты бүгінде салтанатты түрде ашылып өтті. Біздің қала тұрғындарына ақпараттық, библиографиялық ақпараттық қызмет көрсетеді. Біздің кітапханада оқырмандарға, оқушыларға өздеріне керекті мәліметтерді алады, және де компьютер, интернет залында өздеріне керекті мәліметтерді тегін қызметте алады. Және кітап қоры бізде 4800. Біздің кітапхана Ақсай қаласының номер 3-ші мектептеріне және осы қала тұрғындарына қызмет көрсетеді. Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Алпамыс Көшкінбаев кітапханаға оқырмандарды көптеп тарту бағытында алдағы күндерде қалалық саябақтарда, мекемелерде кітаптар қойылып, келген қала тұрғындар кітап оқуға мүмкіндік алады дейді. Басты мақсат оқырмандарды кітап оқуға қызықтыру. Халыққа қызмет көрсету орталығына келген тұрғындарға кітаптар арнайы қойылып, кезек күтіп отырғандарға кітап оқуға мүмкіндік туып отыр. Қазір ұзақ уақыт кезек күтіп отырған көпшілік телефонмен алысып отырады. Одан кітап оқып, өздерінің кітапқа деген қызығушылықтарын арттырса дейді шараны ұйымдастырушылар. Өтеп берген Қарасай, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы. Ата-бабаларымыздың мұрасын сақтаймыз және көбейтеміз. Ақсай қаласының тұрғыны қолөнер иесі Валентина Николаевна көрмесін осылай атады. Аталмыш шара елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасына орай ұйымдастырылып отыр. Көрмеге Ақсай және Орал қаласынан қонақтар келді. Көрмеде қала тұрғындары өнерлі жандардың өз қолынан шыққан бұйымдарды тамашалаған еді. Бұл Валентина Николаевна Герген Рейдердің қолынан шыққан моншақтан жасалған бұйымдар. Көпшіліктің назарын аударған бұл дүниелер Орал, Ақсайлық қыз-келіншектердің сұранысына ие. Моншақтан жасалған алқа, сырға, білезіктер және моншақтан тізілген суреттер өз кезегінде сауда орындарына шығарылып та жүр. И хотим, чтобы люди увидели наши работы.
Біз бүгін достық үйінде жұмысымызды тұрғындар келіп көрсін деген ниетпен ұсынып жатырмыз. Көрмеге келушілер рухани жаңғыру бағдарламасына ұлттық мұраларымызды көрсін, білсін дейміз. Қолдан жасалған бұйымдарымыздың ішінде қалыңдыққа арналған сәукеле бар. Валентина Николаеваның есімі бөрліктерге жақсы таныс. Ауданда қолынан шыққан дүниелерін көпшілікке көрсетіп, жиі көрме өткізеді. Шебердің сөзінше, халық жиналатын жерлерге арнап әшекей бұйымдарды жасап жүр. Соның бірі аудандық өлкетану мұражайында алдағы күндері мына бір бұйым тапсырылмақшы. Здесь представлены камни, кораллы. Әшекей бұйым маржан, ақықтас, кәріп тастармен көмкерілген. Әр тастың өзіндік жағымды әсер ететін күші бар. Мұндай тастарды көмкеріп жасалған дүниелер сұранысқа ие. Валентина Николаевна Орал қаласындағы Берегиня әйелдер клубымен бірлесіп көрме ұйымдастырып жүргеніне де бірнеше жыл болды. Аталмыш клубтың Ақсайға келуі Бөрлі ауданының нәзік жандарын қуантты. Мұнда да полимер бұйымнан бастап моншақтан тігілген суреттер және тағы да басқа бұйымдар қойылды. Все это зависит от настроения, зависит от цвета и зависит от творческой работы. Туындының сәтті шығуына көңіл-күймен шығармашылық жұмыс, бұйымның түсі бәрі ықпал етеді. Көп балалар тәлім алды. Кейбір шәкірттерім өнерлерін жалғастырып, бұйым жасап жүр. Шараның өтуіне мұрындық болған достық үйі шығармашылық жұмының қызметкерлері Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласы бүгінде мемлекеттік идеологияны жүзеге асыруға негіз болары сөзсіз. Бағдарлама аясында ұстаз өзгерістер елсіз жобасы іске асыру мақсатында Бөрлі ауданының білім беру мекемелерінің 100 үлгілі ұстаз телебағдарламасы өз жұмысын бастағалы отыр. Зере әженің үйіне жаяу барамыз, себебі Зере әженің үйі алыста емес екен, балалар, жақын жерде екен. Балалар, менің дауысын естіп тұрсыңдар? Менің дауысы балалар? Сиырдың дауысы екен, балалар. Зере әженің ауылында сиыр бар екен, е? Менің дауысы балалар? Күшік дауысы, Зере әженің үйінде күшік бар екен, е? Жылқы да бар екен, е? Ал мынау не балалар? Петух. Тау? Не зат? Екен. Балалар, Зере әженің үйінде көптеген үй жануарлары бар екен. Тәжікенова Гүлмира Мәдениетқызы оқу тәрбие үрдісінің барлық қырларын жетік меңгерген, тәжірибелі, өз қызметін шығармашылықпен ізденіс негізінде ұйымдастыра білетін тәрбиеші, ата-аналармен тез тіл табыса алатын педагог. Оқытуда жаңа технологиялар мен бағдарламаларды шығарылмашылықпен қолданылады. Гүлмира Мәдениетқызы шығармашылық жұмысы барысында түрлі инновациялық әдіс-тәсілдерді қолданады. Облыстық Қазақстан Орал телеарнасы «Адам болам десеңіз» телевизиялық журнал топтамасына «Табиғат туған жеріміз, достарым, менің мақтанышым» жақсылық отбасынан басталады. Менің сүйікті балабақшам ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін Мақтақыз бен мысық ертегі қойылымы түсірілді. Гүлмира Мәдениетқызы аудандық облыстық деңгейдегі семинарларда менің отбасымдағы игілікті істерім, Қазақстан сүйікті атамекенім аудандық семинарларға ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінің аудандық тамыз кеңесінде отансүйгіштік және рухани адамгершілік тәрбие мектепке дейінгі білім сапасын көтерудің кепілі іс тәжірибесімен бөлісті. Аудандық тамыз кеңесінде тәрбиешілер арасында мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың адамгершілік патриоттық тәрбиесі шебер класын өзін-өзі тану бөлімінде шебер сыныбын ұсынды. Балабақша ішілік озырылған ауданда семинарларда ертегі қойылымдарын көрсетті. Мектеппен сабақтастық арасында үштілділік көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру құралы тақырыбында облыстық семинарларда ұйымдастырылған оқу шараларында бөлісті. Мен осы номер 3 Гүлдер бөбек жайында көптеген еңбек етіп келем. Жалпы тәрбиеші болу мен үшін бақыт деп ойлаймын. Әрбір күн кішкентай бүлдіршіндердің көңілді жүзін көргенде еріксіз күлімдеймін. Өйткені олар мені қуана қарсы алады, қуаныштарын жасыра алмай еркелей құшақтайды. Осы мамандықтың қиындығы мен қызығын осы бала арасында жүрген ғана адам түсінеді.
Бала ата-ананың болашағы дөңгелек үстелін, ренішті қалай жеңуге болады, пікір сайысын, кіші жастағы балалардың тілін дамыту және тағы басқа шараларға қатысты. Балабақша ұжымының арасында беделі жоғары. Балабақша ішілік іс-шараларға үлкен құштарлықпен қатысады. Қазіргі таңда балалардың ұсақ моторикасын дамыту бойынша көп жұмыстанады. Балаларға түрлі театр түрлері арқылы тілін дамыту тақырыбы бойынша жұмыстануда. Республикалық отбасы және балабақша мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту журналында мақалалары үнемі шығып отырады. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Әр күніміз шуақты, ұрпағымыз қуатты болғай.